Қауын жегенде арасындағы осындай дәнектерін енді лақтырмаңыз, себебі одан өте керемет, ағзаңызға пайдалы, өте тәтті смузи дайындауға болады. Алдымен бізге тәтті, әбден піскен осындай қауын керек болады. Ортасындағы дәнектерін енді бөлек ыдысқа салып аламыз, немесе бірден блендерға салсаңыздар да болады. Енді осы дәнектердің үстінен 200 грамм, яғни 1 стакан су құямыз. Және 4-5 тілім қауыннан да қосып жіберсеңіз болады. Жақсылап тұрып енді блендермен еземіз. Біздің осындай дәнектен өте керемет смузи шығады. Енді оны бөлек ыдысқа сүзгімен жақсылап тұрып сүзіп құйып алатын боламыз. Сүзгідегі қалған қалдықтарын міндетті түрде лақтырып тастаймыз. Бұл смузидің адам ағзасына тигізер пайдасы, яғни қаныңызды көтереді, бауырды тазалайды және ішек құрылыстарын тазалайтын болады. Міндетті түрде жасап